Баршаңызға қайырлы күн, менің құрметті көрермендерім, менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен бар болғаны 10 немесе 15 минуттың ішінде ашып, көтеріліп дайын болатын ашыған қамырдың рецептімен бөліспекшімін. 50 мл жылы су аламыз, оның үстіне дрожжымызды саламыз. Жылы су болу керек міндетті түрде, мұздай немесе ыстық су болуға болмайды. Оның үстіне 2-3 кішкентай қасықпен қант саламыз. Дәл сондай ұн салып, барлығын араластыратын боламыз. Осыны араластырып болғаннан кейін 5-10 минутқа қойып қоятын боламыз. Әдемі болып көтерілуі қажет. Енді осы кезде біз қамырымызды илеуге кірісеміз. Біз оған өте ыстық су алатын боламыз. Ыстық дегенде 100% қайнаған су емес, 70-80% қайнаған су болу керек. Оның үстіне осындай сары май немесе күнбағыс майын құйып, дәміне қарай тұзымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Достар, егер менің видеоларым сіздерге ұнап, үнемі қарап жүрген болсаңыз, міндетті түрде арнаға жазылып алыңыз, және де басқа да достарыңызбен WhatsApp, Instagram желісінде бөлісуді ұмытпаңыздар. Көтеріліп, дайын болған дрожжымызды қамырдың үстіне құйып, барлығын араластырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Әзірге біз қасықпен барлығын осылай араластырып тұрған кезде біздің суымыз, яғни қамырымыз сәл жылымық болады. Сол себепті қасықты алып тастап, ары қарай қолмен илейтін боламыз. Қамырымызды осылай жақсылап илеп болғаннан кейін сыртынан күнбағыс маймен майлаймыз. Одан кейін сыртына осындай кез келген бір пакетті кигізіп, жылы нәрсемен орап қоямыз. Мен осындай одеялмен орап қоямын. Осы видеоны түсіріп жатқан кезде мен міндетті түрде сағатқа қарап, минут санадым. Сол кезде бар болғаны 15 минуттың ішінде осылай менің қамырым ашып көтерілді. Мүмкін бұл рецепті көбіңіз білерсіздер, көбіңіз білмессіздер. Егер білмейтін жандар болса, дәл осы рецептпен жасап көріңіздерші. Сіздердің қамырларыңыз өте әдемі болып шығады. Сол себепті менің видеомды қолдап қойыңыздар, комментарий, лайк күтемін сіздерден.